Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташин Мұхаммед-Али. Бүгінгі айтылатын тақырып жүрек аурулары. Жедел коронарлы синдром, яғни басқаша атауы стенокардия және миокард инфаркты. Көпшілік адамдарға түсінікті тілде айтатын болсақ, ол жүрек ұстамасы. Сол туралы айтатын боламыз. Приступ жүрекке. Негізінен қазіргі соңғы уақытта жүрек аурулары, өлім көрсеткіш жөнінен көш бастап тұрғаны бәріңізге белгілі. Сол жүрек ауруларын кей кезде анықтап та алғашқы белгілерін білмей жатады. Оның белгілері туралы және себебін сіздерге түсіндіретін боламын. Ең алдымен жедел коронарлы синдром. Жедел коронарлы синдром ең басталу сәті. Ол қалай дамиды? Жедел коронарлы синдром дегеніміз не? Жедел коронарлы синдром дегеніміз жүректің қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылу салдарынан туындайтын жедел патологиялық процесс. Кішкене жүрекке анатомиясын анықтама беріп өтсек, жүрек негізінен насостық қызмет атқарады. Қан тамырлары арқылы. Сонымен қатар жүректің өзін қанмен қамтамасыз ететін қан тамырлары болады. Тәждік артериялар деп атаймыз. Осы жедел коронарлы синдром кезінде тәждік артерияның қабырғасының қысылуы салдарынан, түрлі атеросклероздық қабырғасының қалыңдау салдарынан, қабырғасында бөгде заттың тұрып қалуынан және оның тырысып қалуынан, қабырғасының қанның жүректің бұлшықеттеріне баруының қиындауы осы жерде жүреді. Нәтижесінде қан бармайды, бірақ жүрек жұмыс істеп тұрады. Соның нәтижесінде бірте-бірте жүректің осы бөлігіне бармайтын болса, өлеттене бастайды. Қарая бастайды. Ол әрине жедел коронарлы синдром болып басталды, одан кейін инфаркт, миокард инфарктына алып келеді нәтижесінде. Енді жедел коронарлы синдром мен миокард инфарктының қандай белгілер болады, қалай ажыратып қарауымызға болады? Жүрегі ауырып тұрған науқасқа ең алдымен нитроглицерин берген кезде басылады ауырсыну. Ол әрине жедел коронарлы синдром кезінде басылады. Ал миокард инфаркт кезінде ауырсыну мүлде тоқтамайды. Екеуінің арасы небәрі 15 минутқа дейінгі жуық аралыққа созылады. Бұл белгілерді байқасаңыз, кеуде тұсында күйдіріп батып ауырсыну байқасаңыз, міндетті түрде 103-ке қоңырау шалғаныңыз абзал. Енді миокард инфарктісінің белгілеріне келетін болсақ, ең бастамасы есінде, ол ең бірінші белгісі жедел коронарлы синдромның. Ол әрине кеуде тұсының ауырсынуы. Кеуде тұсы батып, күйдіріп ауырсынады. Және ауырсыну сол жақ иыққа, сол жақ жауырынға беріледі. Ол анық. Ауырсыну кезінде тіпті сонымен қатар екіншісі ол өлімнен қорқыныш. Келе жатыр науқас. Ауырсыну ұстама бірден басталған жағдайда ол кеудесін ұстап қатып қалады. Әрине бұл өлімнен қорқыныш. Оның түріне қарасаңыз мазасыздана бастайды жаймен. Ал келесі белгісі, үшінші белгісі, ол әрине ентігу, демалудың қиындауы. Ол неге байланысты? Өйткені ол демалып жатыр, жүрек жұмыс істеп тұр, қанды алып жіберіп жатыр, бірақ қан тамырларының тырысып қалу салдарынан, бөгде заттың тұрып қалу салдарынан қан бармай жатыр. Ауа жеткіліксіз, жүректің қанмен қамтамасыз етілуі, қоректенуі бұзылуда бұл жерде. Осыған байланысты дамиды бұл белгісі. Ал келесі белгісі ол суық тер. Терлеп отырады қарасаңыз. Жақындап кеп терісіне қолыңыз тигізсеңіз, суық болып тұрады бұл тері. Және бұндай жағдай кездессе бәріңізге белгілі. 103-ке қоңырау шаласыздар. Ал енді себебіне келетін болсақ, ең алдымен
жедел коронарлы синдромның басты себебі ол атеросклероз. Атеросклероз деген белгілі. Ол қан тамырларының қабырғасының, яғни холестериндермен бірте-бірте, яғни бляшка деп атаймыз, сонымен қалыңдауы. Яғни негізінен не себепті миокард инфаркт жасы келген адамдарда көптеп кездесіп жатады? Себебі жасы келген сайын адамның қан тамырының қабырғасының беріктігі, мықтылығы төмендей береді. Келесі белгілер ол әрине стресстік жағдайлар, дұрыс тамақтанбау және зиянды әдеттер. Сол үшін де салауатты өмір салтын ұстап, осы ауруларды алдын алып жүргендеріңіз абзал. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және өздеріңіздің жақындарыңызға жіберіңіздер.